Сәлем достар, сіздермен Миссис Мадина. Бүгін бізде articles сабақтар желісінің 3-ші сабағы және біз the артиклін толық қарастыратын боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бұл бізде 3-ші сабақ. Егер 1-ші, 2-ші сабақты көрмесеңіз, мынау ссылкадан өтіп, 1-ші сол 2 сабақты көріп шығуға кеңес беремін. Бүгін біз the артикліне толық тоқталатын боламыз. Айту үшін біз тілімізді екі тісіміздің ортасына қойып айтамыз. Z емес, the артиклі. Бұл артикль туралы не білу қажет? Ең бірінші, бұл әрқашан сізге белгілі затты айтқан кезде қолданасыз. Мысалы, the flowers are so beautiful. Мынау гүлдер сондай әдемі. Мен любой бір гүл деп айтып жатқан жоқпын. Кез келген бір гүл емес, именно осы гүлді айтып жатырмын. Бұл нәрсе сізге белгілі болғаны үшін сіз the артиклін қолданасыз. Екіншісі, көпше түрде айтқан кезде. Гүлдер, the flowers, қаламдар, ручкалары, the pens, the pencils, яғни екі немесе одан да көп миллионға дейін айтқан кезде біз көпше түрде тек қана the артиклін қолданамыз. Сонымен қатар қатып қалған мынау қағида бар. Бұл сіздерге лайфхак ретінде болады. Біріншісі қараңыз. Егер сол сөзді контексттегі сіз this, that, this, those қалай аударамыз? Мынау, анау, мыналар, аналар. Егер сол the артиклді сол сөзбен алмастыра алсаңыз, онда сіз міндетті түрде сол артиклді қолданасыз. Яғни сөйлемде, контекстте the және мынау сөздер бір-бірімен параллельно болып тұру керек. То есть екеуі бір-біріне ұқсап тұру керек. Мысалы, the girl in red is my friend. The girl in red is my friend. Қызыл көйлектегі қыз менің досым. Бұны мынау сөздердің қайсысымен алмастыра аламыз? Анау немесе мынау. Анау қызыл көйлектегі қыз менің құрбым. Или мынау қызыл көйлектегі қыз менің құрбым. Яғни осы алмастыра алған жағдайда контекстте онда біз the артиклін қолданамыз. Түсінікті ме? Екіншісі, әлемде біреу, яғни уникальный зат болған кезде. Мысалы, ол бізде аспан, ай, белгілі бір океандардың аты, жер су аттары, яғни әлем бойынша біреу-ақ болса, онда біз сол сөздің алдына the артиклін қолданамыз. Мысалы, жалпы киноларда және бір белгілі бір фразаларда өте көп кездесетін сөз бар. I love you to the moon and back. Орысша баламасы я люблю тебя до луны и обратно. Қазақша мен сені айға дейін және одан кері жақсы көремін. Яғни менің махаббатым шексіз деген мағынада. Қазіргі үзінділерден оның қалай айтылатынын толық қарап шықсаңыз болады. Love you to the moon and back. Love you to the moon and back. Байқасаңыздар, тез айтқан кезде I love you to the moon and back. Moon and back. Мына жақтағы D әріпі кішкене айтылмай кетеді. Moon and back. Сіздермен келесі сабақтарда мен ағылшын тілінде как носитель, яғни ағылшын тілді адам ретінде акцентсіз сөйлеуді үйрететін боламын. Сол кезде бұл сабаққа толық тоқталатын боламыз. Ал келесі, осы сөздерден кейін, осы сөздердің алдында міндетті түрде the артиклі қолданады. Олар following, яғни келесі, орысша последующий. Next, также қазақ тілінде келесі деп аударылады, орысша следующий деген ғой. Last, соңғы, same, яғни бірдей. Мысалы, көп деген сіздер тест орындап жатқан кезде кітапта үнемі бір тапсырма беріліп жатады. Соның бірі copy the following sentences. Copy the following sentences. Келесі сөйлемдерді көшіріп шық. Яғни, бұл белгілі нәрсе болғаннан кейін тапсырмада сіздерге the артиклі арқылы беріледі. Сонымен қатар, мысалы, the next stop is ours. Келесі остановка. Стоп деген бізде и остановка, и стоп деп те аударылады, тоқта деп. Келесі остановка біздікі. Яғни, белгілі болғаннан кейін the артиклі міндетті түрде қолданылады. Келесі фильмдердің үзінділерінен the артиклін толық түсініп алсаңыздар болады.
To the moon. 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 Яғни айға дейін. Moon дегеніміз бізде ай деген мағынаны білдіреді. Жер су аттары әлемде бір-ақ зат болса, уникальный заттың алдына the артиклі қойылады. The sun is rising. The sun is rising. The sun is rising. Күн шығып келе жатыр. Ай сияқты күнде әлемде біреу болғаны үшін алдына the артиклі қойылған. Somewhere over the Pacific Ocean. Somewhere over the Pacific Ocean. Somewhere over the Pacific Ocean. Тынық мұхитының бір жерлерінде деп белгілі бір затты айтып жатыр. The Pacific Ocean, тынық мұхиты. Мұнда жер су аттары болғаны үшін the артиклі қойылған. Get the bags in the car, I'll be right out. Mom. Get the bags in the car, I'll be right out. Mom. Get the bags in the car, I'll be right out. Машинадағы сумкаларды ал, мен қазір кетемін, деп айтып жатыр. Яғни машина белгілі болған үшін айтушыға да, тыңдап тұрған адамға да, сол үшін бізде in the car, кез келген машина емес, екі адамға да белгілі машина. No, do not pursue. Stay in the car. No, do not pursue. Stay in the car. Do not pursue. Stay in the car. Pursue бізде преследовать, яғни аңду дегенді білдіреді. Аңдыма, машинаның ішінде қал деп айтып жатыр. Белгілі машина, сол үшін in the car. Қорытындылай келе, the артиклі бізде 5 жағдайда қолданылады. Бірінші, ол зат сізге белгілі болса. Екінші, көпше түрде. Үшінші, егер ол әлемде уникальный, біреу ғана болса. Мысалы, аспан, жер, белгілі бір океан. Төртіншісі, following, next, last, same сөздерінің алдында міндетті түрде the артиклі қолданылады. Бесінші, егер this, that, those, these сөздермен кішкене алмастыра алсақ, онда біз the артиклін қолданамыз. Сіздерге сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye.